Құрметті көрермендерім, мамыр айының 25-ші жұлдызынан маусым айының 1-ші жұлдызына дейін жалпылама болжам. Бірден кофеміз, шашкымызды алып қарайық. Охо, не болып кеткен шашкілерде. Өкімет үйі түсіп тұр. Міне өкімет үйі бірақ үлкен тау болып түсіп тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл тау жаңағы проблемалар, яғни бұл жаңағы шешіліп жатқан дүниелер. Ортасында үлкен ақ балық жатыр. Бұл ақ балығымыз, яғни біздің ырызғымыз, бүткіл халықтың ырызғының жинап тұрғаны. Ал енді оның астына қарасаңыз үлкен басын көтеріп жатқан жылан тұр. Жылан тағы бір жыландарды аузын ашып жұтып жатыр. Яғни бұл нарық, қолдан жасалған қымбатшылық, қолдан жасалған дүние болып тұр. Бұл нарық. Нарықтың қымбаттауы қолдан жасалған болып тұр. Міне жерде жол түсіп тұр. Міне қараңыз, жол түсіп тұр. Яғни жолдан абай болыңыз деп, жолдан қара киген әйел адам қолын көтеріп тұр. Яғни қара киім киген адам жолдан мұқият ақырын жүріңіздер деп тұрған түсіп тұр. Ал міне жерде қараңыз, мына жерде кәдімгідей өрт шығып тұр. Міне аждаһар аузын ашып, аузымен от шығарып тұр. Бұл жерде өрттің белгісі, судың белгісі көрдіңіз бе? Судан да өте мұқият болыңыз деп тұр. Кішкене қымбатшылықтың қысып тұрғаны, мынау енді кішкене емес, бір жеріне тартсаңыз, екінші жерге тартпай, қымбатшылықтың қысып тұрғаны, бала шағамыздың оқуға түсеміз деп, жан жақтан алқымынан алып жатқаны. Бірақ екі жұлдыз түсіп тұр. Мына жерде қарасаңыз, дәу тас жатыр. Тастың ішінде жаңағы әппақ болып тұр. Бұл енді жақсылықтың белгісі тас, бірақ тастың ішінде жаңағы ақ белгі тұр. Ал енді міне жерге кететін болсақ, 5 саны түсіп тұр. 5 саны бұл жақсылықтың белгісі. Ал міне жерде көлік, яғни сіз өзіңіз қонаққа баруыңыз мүмкін, или сіздің үйіңізге қонақтың келуі мүмкін. Так, міне жерде алайық. Міне жұмыртқа тұр. Жұмыртқаның ішінде бүгін ертең жарып шығатын балапан түсіп тұр. Яғни бұл үйге кіретін ырыс белгі. Шашкымызға кетейік. Міне шашкының сыртында ұзыннан ұзақ жол, ұзыннан ұзақ тол, прям шашкын жатқызып тұрып көрсетейін. Ұзыннан ұзақ жол сіздердің ойлаған ойларыңыз, істеріңіздің болатыны. Мына жерде міне әйел адам отыр. Әйел адам баламен ағыдай деп үйдің тілеуін тілеп отырған әйел адам отыр. Ал міне жерде таза жол түсіп тұр. Яғни ойлаған ойларыңыздың бәрі іске асатыны түсіп тұр. Келесі жағына кетейік. Келесі жағына тағаның бір жағы бар. Міне қараңыз, тағаның бір жағы бар. Енді ұста кішкентай жерін созып жерсе, яғни таға орындалғалы тұр. Қиналып болса да, бірақ нәтижесі осы жылдың аяғына дейін ойлаған ойларыңыздың нәтижесі шығады. Бірақ енді жылдам керемет болып кетейін деп тұрған жоқ. Яғни кішкене қиналу арқылы үйлеріңізге кіретін кіріс. Міне жерде тақта отырған ер адам. Яғни жоғары жақта тақта отырған ер адамның астының тағы қара болып тұр. Яғни бұл патшалардың ауысатыны, бастықтардың ауысатыны, басқа бір адамдар келіп орындарынан ауысып жатқан белгілері. Мына жерде қарасаңыздар үлкен жаңағы қабан шошқа тұр. Қабан шошқаңыз, яғни жерді қазып жатыр. Бұл біздің істеп жатқан тіршілігіміз. Қабан тошқа біздің істеп жатқан тіршілігіміз, жер анадан еміп жатқаны, яғни тамырмен астында міне бір емес 3 балық тұр. Балық сіздің үйіңізге кіретін кіріс. Мына жерде той, қараңызшы, керемет тойға дайындалып жатқан адамдар, керемет тойдың белгісі. Мына жерде әйел адам отыр. Міне әйел адам біреу отыр, екінші әйел адам рақаттанып билеп жүр. Яғни билеп жүр деп отырғанымыз бұл қуаныштың үстінде жүрген дүние. Ерлі зайыптылар мақсаттарына жетіп үлкен жол ашылып тұр. Міне аспанға қарай тап-таза жол ашылып тұрған. Ерлі зайыптыны анықтап қарасаңыздар, бұрыннан мені көріп жүргенде балықтың үстінде тұр. Яғни алатынын алып, ойлаған істеріне мақсаттарын жетіп. Үлкен әппақ балық. Көрдіңіз бе? Үлкен әппақ балық бұл үйіне кіретін кіріс. Ал енді міне жерде тапқан табыстарыңыз екіге бөлініп тұрған адамдар. Яғни кредит бересіз, анаңыз бересіз, мынаңызға бересіз, кішкене қыжалат болып тұрған
медведіңізді қараңыз. Міне медвед, үлкен медвед тұр. Ол медвед екінші медведпен сөйлесіп жатыр. Яғни жаңа да айтып кеттім, бұл өкіметте бастықтардың орнының ауыс күйіс болатыны. Яғни жоғар жақта біреуін орын алса, екіншісін басқа орынға қоятыны өкіметіміздің істеп жатқан тірлігі ма, политикасы ма, енді оны жақсы білмеймін, бірақ ауыс күйіс бәр жерде болғалы тұр. Қара әйел адам кәдімгі аяғынан төрге қарай жоғары қарай шығып алып тұр. Бұл дұшпан бетін көрсетіп тұрған жоқ, қара киіммен өзін жауып көрсетіп тұр. Осы дұшпаныңызды жеңіп, сіз басына шығып таза жолға кеттіңіз. Сізге қанша жамандық ойлап тұрған адамдардың бәрін жеңіп, сіз басына шығып жақсылыққа кеттіңіз. Ал міне жерде шүйінші, міне үлкен екі балық айқасып жатыр. Бірінен кейін бірі сіздің үйіңізге кіретіннің белгісі. Таза жол аспаннан жоғары қарай кетіп баратыр. Яғни сіз бұлттармен, таза аспанмен ойлаған істеріңізге жетіп тұрсыз. Шашкының түбіне кетейік. Шашкының түбін ылғи айтып жатамыз, моля деп. Мені көріп жатқан бұрынғы адамдардың шашкының түбіне кетейік. Шашкының түбінде міне қарасаңыздар, үймен түгел бала шағамен жаңағы дүниені бұйып түйіп жатсыздар. Яғни мынау басқа жерге қонысқа қондырып жатқаныңыз. Абыр сабыр анан алып, мынан алып, дүниені алып, қоныс аударып жатқаныңыздар. Мына үлкен үйдің шаңырағы, міне шаңыраққа есігіне ашып кіріп тұрсыздар. Міне жерде аппақ әтеш шақырып тұр. Аппақ әтеш бұл енді өте ретке кездесетін дүние. Аппақ әтеш шақырып тұр. Мынау сіздің балаша қуанғаныңыз. Ал енді міне жерде кішкене ауырып жатқан адамдарымыз, Ағыдай деп аман есен үйлеріне жазылып келетіні. Мына жерде тойға дайындалып отырған адамдарымыз, мынау шет жаққа демалып кетіп баратқан адамдарымыз артынып тартынып аман есен демалыстарын өтіп келетіні түсіп тұр. Ал енді шашкының жан жағына қарасаңыз, бастан аяқ, шашкының аяғына бастан аяқ бір қалыпты Алланың нұры жауып тұр. Құрметті көрермендерім, маған уақыттарыңызды бөлгеніңіздерге көп рахмет. Жұмадан жұмаға аман есен жете берейік.